Сәлем достар, бізде мынадай тізім бар. Бірақ ішіндегі элементтері көріп тұрғандарыңыздай ретсіз қалай болса солай орналасқан. Бұл бізге мүлдем ұнамайды. Біз оны алайық та өсу реті бойынша реттеп шығайық. Ол үшін Pythonда sort әдісі бар. Sort дейміз дағы экранға шығара саламыз. Жай ғана қоссақ, мінеки, бізге өсу реті бойынша жасап шықты. Енді біз сорт әдісін қолданбай өзіміз жасап көрейік. Мынаны комментарийге ала салайық. Өзіміз жасау үшін көпіршік әдісі, яғни bubble sort қолданатын боламыз. Мысалы, төбедегі сандар, бұлдың элементтердің индекстары. Яғни 7 деген элемент ол 0-ші жәшікте деп айтсақ болады. 5 деген 1-ші жәшікте, 9 деген 2-ші жәшікте тұр. Көпіршік әдісі қалай жұмыс істейді? Ол көрші тұрған 2 элемент алады дағы бір-бірімен салыстырады. Мысалға, 7 үлкен ба 5-тен? Олай болса, 7-ні алады да 1-ші жәшікке, яғни 5-тің орнына қояды. Ал 5-ті 7-нің орнына қояды, 0-ші жәшікке яғни. Одан соң 7 мен 9 салыстырады. 7 үлкен ба 9-дан? Жоқ, онда осылай қала береді. Ары қарай кетті. 9-ды 1-мен салыстырады. 9 үлкен ба 1-ден? Олай болса 9 алады да 1-дің орнына қояды, ал 1-ді 9-дың орнына қояды. Осылай ең үлкен элемент тауып алады да ең соңына апарады. Және соны массивтің ұзындығы қанша, сонша рет жасап шығу тиіс. Осылай сорттап шығу үшін біз for циклын қолданамыз. Жазамыз for I in range 0-ден бастап массивтің ұзындығына дейін. Len m дей салайық. Сонда бізде I айнымалысы 0-ден бастайды дағы мына 9-ға дейін барып шығады. Енді әрбір элементті бір-бірімен ауыстырып отыратын цикл ашамыз. Ол бізде for g болады. In range. Ол 0-ден басталады да. Len. Массивтің соңғы элементін есептемеу керек. -1 болады сонда. Жаздық. Енді біздің көрші тұрған 2 элементті бір-бірімен салыстыруымыз қажет. Ол үшін бәрімізге белгілі if-ті қолданамыз. If mg үлкен ба? mg қосылған 1-ден. Осылай болса, 2 көршілес элементті оның орындарымен ауыстыру Pythonда былай жазылады. mg өтір mg қосылған 1 тең болады mg қосылған 1 өтір mg. Осылай жазылады. Программаны қосып көрейік. Қосамыз. Мінеки. Өсу реті бойынша сорттап берді. Мынандай орындармен ауыстыру кодын C тектес тілдерде жазуға болмайды. Ондай жағдайда біз басқаша жазып шығамыз қазір. Көрсетейін. Біз мына элемент сақтала тұратын бір айнымал ашамыз. Уақытша, яғни буфер болсын. Буфқа mg-ді жазамыз. Ал mg-ға жазамыз mg қосылған 1-ді. Ал mg қосылған 1-ге жазамыз buff-ті. Сонда мына 7-ні алды да уақытша бір жерге қоя тұрды. 5-ті алып 7-нің орнына қойды. 7-ні алды да 5-тің орнына қойды. Қосайық. Дәл сол нәтиже. Енді достар, үй тапсырмасы. Мына тізімді алыңыздар да кему реті бойынша сорттап шығыңыздар.